Әлемдегі ең қымбат 10 түрлі көлік. Бірінші орындағы көліктің бағасы 127 Ferrari көлігінен де қымбат. Баршамызға белгілі, заман мен техниканың дамуы мен адамдардың материалдық талаптары күннен күнге жоғары болып келеді. Оның ішіндегі бір маңыздысы күнделікті көлік құралы. Қарапайым адамдар үшін Mercedes, BMW және Audi қазірдің өзінде жақсы сәнді брендтер болып табылады. Бірақ әлем байлығының 80%-ын бақылайтын ең байлар үшін бұл жеткіліксіз. Олардың автомобильдерге қойылатын талаптары, жоғары сапалы сыртқы дизайнға, жоғары деңгейлі конфигурациялар тізіміне және теңдесі жоқ бренд құндылығына қоса, жаһандық шектеулі шығарылым болуы маңыздырақ. Бүгін әлемдегі ең қымбат 10 көлікті бірге қарастырайық. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. 10-шы Pagani Vanguard. Егер сізге жоғары деңгейдегі супер автокөліктер ұнаса, онда Pagani Vanguard сіздің арманыңыздағы көліктердің бірі болуы мүмкін. Бұл Pagani Vanguard бағасы 3,4 миллион ақш долларын құрайды және әлемде тек 40 дана ғана шығарылған. Бұл Pagani'дің шығарған ең қымбат сериялы моделі. Бағасы таңғаларлық жоғары болғанымен, бұл 40 дана көлік ресми түрде шығарылғанға дейін тапсырыс беріліп сатылып болған. Жоғары өнімді спорт көлігін жасау үшін салмақты азайту, әрине, ең маңызды бөлігі болып табылады. Pagani Vanguard ультра жеңіл титаннан тоқылған көміртекті талшықты шассиді пайдаланады. Әдеттегі қарапайым үлгілермен салыстырғанда оның құны 450%-ға өсті. Сонымен оның салмағы 1250 келіге дейін азайтылды. Бұл оны бүгінгі нарықтағы ең жеңіл суперкарлардың біріне айналдырды. Pagani Vanguard'ның алдыңғы корпусы аэродинамикалық әсерді күшейту үшін ауа сорғышты пайдаланады. Mercedes AMG 6 литрлік V12 қостурбо қозғалтқышымен бірге максималды қуаты 800 ат күшіне жетеді. Және ол 0-ден 100-ге дейін небәрі 2,5 секундта жетеді. Максималды жылдамдық сағатына 280 км-ді басады. Көліктің салонында Pagani өзінің механикалық стилін жалғастырды. Көміртекті талшық құрылымы мен қоңыр былғары бірін-бірі толықтырады. Ал құралдар тақтасымен орталық консоль, навигация, аудио, кондиционер және басқа функцияларды қосу үшін экрандарды пайдаланады. 9-шы Lamborghini Poison. Lamborghini Poison Roadster бұл таза өнімділіктегі спорттық автомобиль және осы модельдің тек 9 данасы ғана шығарылған Lamborghini супер автокөліктердің бірі. Қазір олар рэп супер жұлдызы Jay-Z, актер Эштон Катчер, футбол аңызы Криштиану Роналду және Сауд Арабиясының мұрагер ханзадасы Мұхаммедтің гараждарында жатыр. Бұл көліктің бағасы енді нарықтағы 3,5 миллион ақш доллары емес, бірақ оны әзірге ешкім сатқысы келмейтіндіктен, оны тек осы көліктің нарықтық бағасына қарап бағалай аламыз. Бұл Lamborghini Poison конверттелетін нұсқасының пайда болуы, шынымен де өнер туындысы. Өткір сызықтар мен агрессивті дизайн оны болашақтағы жарыс көлігіне ұқсатады. Көміртекті талшықты материалдардың көп мөлшерін пайдалану және аэродинамикалық дизайн оның салмағын азайтады және өнімділігін жақсартады. Ол максималды қуаты 750 ат күші және сағатына 354 км-ден асатын 6,5 литрлік V12 қозғалтқышымен жабдықталған. 0-ден 100-ге дейін жету үшін небәрі 2,9 секундты қажет етеді. Бұған қоса, толық жетек, жүктемені теңестіру және жаңа аспа дизайны сияқты мүмкіндіктер бұл спорттық автокөлікті Lamborghini спорттық автомобильдер сериясындағы ең көрнекті үлгілердің біріне айналдырады. Жеңіл материалдардан жасалған және жоғары сапалы итальяндық былғарымен қапталған орындықтары, ықшамдалған заманауи бақылау тақтасы және сенсорлық дисплейд, жоғары сапалы дыбыс жүйесін қосалғанда жоғары технологиялық мүмкіндіктер жиынтығы бар. Бұл көліктің интерьері де ыңғайлы және ақылды автокөлікті басқару жүйесі бар. Демек, бұл Lamborghini Poison көлігі көптеген еркектерді баурайтыны сөзсіз. 8-ші Koenigsegg CX-R ақ нұсқасы. Әлемдегі ең үздік суперкар бренді және Koenigsegg шыңы ретінде Koenigsegg CX-R ақ нұсқасы автомобиль өнеркәсібіндегі ең үздік өнер туындысы және автомобиль саласындағы абсолютті өнімділік монстры болып табылады. Ол адамдарға бірегей гауһар таспен қапталған көміртекті талшықты көрініске ие басқа дүниелік сезім береді. Ол 1018 ат күшін жеткізе алатын қостурбо 8 литрлік V8 қозғалтқышымен жабдықталған. Ол 2 ілінісулі 7 жылдамдықты беріліс қорабымен және толық жетекті 100-ге дейін 3 секундтың ішінде орындай алады. Ең жоғары жылдамдығы 410 км-ге шығады. Сонымен қатар, ол өнімділік пен қоршаған ортаны қорғау арасындағы жоғары тепе-теңдікке қол жеткізе отырып, гибридті технологияны қолдануды жүзеге асырды.
Бұл сөзді толықтыру үшін жеткіліксіз болса, оның интерьеріне назар аударайық. Былғарыдан жасалған орындықтар мен көміртекті жиектер сізді жауынгерлік ұшақтың кабинасында отырғандай сезіндіреді. Заманауи бақылау тақтасының дисплейі көлік жүргізуге қажетті барлық ақпаратты үздіксіз қамтамасыз етеді. Бұл супер спорттық көліктер арасындағы батыл және авангардтық дизайнымен және теңдесі жоқ өнімділігімен спорттық автокөлік әуесқойларының армандаған көлігіне айналғаны сөзсіз. Дегенмен оның әлемде шығарылған екі ақ көлігі бар, және оның құны $4,8 миллион құрайды. Оның екі иесінің бірі бокс чемпионы Флойд, ал екіншісінің иесі анық атын атағысы келмейтін Сауд Арабиясының корольдік отбасы. 7. Bugatti Devo. Bugatti әрқашан әлемдегі ең қымбат автокөліктерді шығарумен танымал болды, және бұл Bugatti Devo бүкіл әлемде 40 дана ғанамен шектелген. Бұл оның құнын одан әрі арттырды. Алдымен оның сыртқы түрін қарастырайық. Bugatti Devo'ның алдыңғы жағы қабаттарға толы, оның алдыңғы бетін толығымен алып жатқан үлкен қара торы бар. Екі жағындағы жарықдиодты күндізгі жарық шамдары өткір және үстемдікке ие, алдыңғы жағы жіңішке және өткір хромды әрлеу жолағы, текстураға, даралық пен сәнге толы көрінеді. Бүйір жағынан қарағанда Bugatti Devo корпусы төмен орналасқан, оның ауаны оңай кесіп өтуіне көмектесетін төмен аэродинамикалық профилі бар. Үлкен екі түсті, жұлдыз тәрізді алюминий легірленген дөңгелектері бар, ол оны одан да бұлшық етті көрсетеді. Оның интерьері де бірдей әсерлі, кабинаның симметриялы оралмалы дизайнымен ерекшеленеді. Екі жағындағы орталық басқару элементтері жартылай дөңгелек пішінде жасалған. Қуат жүйесіне келетін болсақ, Bugatti Devo 1500 ат күшін қамтамасыз ете алатын 8 литрлік 4 турбокомпрессорлы W16 қозғалтқышымен жабдықталған. Ол 2,4 секундта 0-ден 100-ге дейін жылдамдыққа оңай жете алады. Қазіргі уақытта Bugatti Devo автомобиль өнеркәсібінің ең күшті өндірістік мүмкіндігін білдіреді. 5,4 миллион ақш долларына санаулы адамдар ғана қол жеткізе алады. 6. Mercedes Maybach Exelero. Кәдімгі Мерседестен айырмашылығы, Mercedes Maybach Exelero отбасындағы жалғыз жоғары өнімділікке ие болып, байлар сатып алуға асығатын ең қымбат сәнді көліктердің біріне айналды. Егер сіз бай болсаңыз және қуатты өнімділігі бар талғампаз люкс көлігін сатып алғыңыз келсе, онда бұл құны 8 миллион ақш долларлық Maybach Exelero сіздің ең жақсы таңдауыңыздың бірі болады. Бұл суперкардың алдыңғы жағы 1930 жылдардағы танымал дизайн стилін жалғастырады. Заманауи стильге ақылды түрде біріктірілген. Дегенмен бұл машина ең жылдам болмаса да, 0-ден 60-қа дейін жылдамдыққа жету үшін 4,4 секундты қажет етеді. Дегенмен сіз 5,9 литрлік қос турбо V12 қозғалтқышының гүрілін естіп, 700 ат күшінің тартылыс сезімін сезінсеңіз, оны ешқашан ұмытпайсыз. Сонымен қатар, ол Mercedes-Benz бірегей 5 жылдамдықты автоматты беріліс қорабымен және Folda 23 дюймдік артқы доңғалақтарымен жабдықталған. Италияның солтүстігіндегі Нардо жоғары жылдамдықты сынақ жолында оның ең жоғары жылдамдығы 351 км-ге жетті. 5. Bugatti Centodieci. Егер сіз өміріңіздегі бірінші қомақты ақшаңызды жаңа ғана тапсаңыз, және оны қалай жұмсау керектігімен ойланып жатсаңыз, онда бұл Bugatti Centodieci сіздің назарыңызға тұрарлық, бірақ сонымен бірге біреудің сатуға дайын екенін бар жоқтығын біліп алуыңыз керек деп ойлаймын. Бұл көліктің әлемде тек 11-лігі шығарылды. Ол алғаш рет шығарылған кезде шамамен 8,6 миллион ақш долларына сатылды, бірақ кейін ол 10,5 миллион ақш долларына дейін көтерілді. Бірнеше жыл бұрын біреу 14 миллион ақш долларға көлікті қайта сатқысы келді. Оны алғаш көргенде сыртқы түрі жағынан нағыз сән салтанат сезімінің не екенін түсінесіз. Бірақ шын мәнінде адамдардың жүрегін соқтыратын нәрсе бұл капоттың астында жасырылған қобыжық. Бұл машина 1600 ат күші бар 8 литрлік W16 қозғалтқышымен жабдықталған. Және 0-ден сағатына 200 шақырымға дейін 6-да 1 секундта және 13-те 1 секундта 0-ден 300 шақырымға дейін жетуі мүмкін. Максималды жылдамдық сағатына 380 км-ге шектелген. 4. Rolls-Royce Phantom. 2017 жылы Италия көрмесінде Rolls-Royce жаңа автокөлікті шығарды. Бұл автомобиль көптеген Rolls-Royce және классикалық модельдердің дизайн элементтерін біріктіріп жасалған автомобиль. Ол Rolls-Royce компаниясының жеке тұтынушысы үшін арнайы жасалған жалғыз дана. Оны 13 миллион ақш долларына сатқан. Бұл клиент әлемдік деңгейдегі жұмбақ миллиардер. Сол кезде ол Rolls-Royce компаниясына ерекше люкс көлігін жасап берер деп үміттенген. Толық 4 жылдық дизайнмен жасалудан кейін бұл Rolls-Royce Phantom ақыры дүниеге келді. Phantom сыртқы дизайны өте ерекше, оның дене сызықтары тегіс, қарапайым, бірақ бүкіл денесі қолмен жасалған. Сондықтан құны әрине төмен емес.
Қуатына келетін болсақ, Rolls-Royce шенеуніктері нақты ақпаратты ашпады. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдардың хабарлауынша, ол 6-да 7 литрлік қос турбо компрессорлы V12 қозғалтқышымен жабдықталған болуы мүмкін. Үшінші Bugatti La Voiture Noire. Дүние жүзіндегі шектеулі шығарылымдағы Bugatti La Voiture Noire бұл заманауи елес жарыс көлігінің тамаша түсіндірмесі ғана емес, сонымен қатар Bugatti'дің автокөлік эстетикасының жоғары рухты мәлімдемесі. 2019 жылы футбол супер жұлдызы Криштиану Роналдо La Voiture Noire сатып алу үшін 18,7 миллион ақш долларын жұмсаған кезде, бұл көлік әлемдегі ең қымбат көлік атағына ие болды. Прототиптің бағасы небәрі 11 миллион ақш долларын құраса да, Bugatti небәрі 9 дана шығарғандықтан бағасы бірден көтерілді. Енді бұл көліктің құны белгісіз, өйткені 9 қожайынның ешқайсысы бұл қазынаны сатқысы келмейді. La Voiture Noire'тің денесі толығымен қара көміртекті талшықтан қолмен жасалған, тегіс сызықтары оны асыл және үстем етеді. Дөңгелектер 3D басып шығару технологиясымен жасалған және сыртқы түрі технологияға толы. Сонымен қатар, бұл машинаның 6 моржасы бар. Ол жолға шыққанда, моржаның дыбыстары бүткіл елдің назарын сізге аудартады. Оның интерьері оның аспандағы бағасына тамаша сәйкес келеді. Орындықтар шеткалы алюминиймен және жылтыр көміртекті талшықпен безендірілген, ең жақсы былғарыдан жасалған және бақылау тақтасының дизайны дәстүрлі Bugatti стилін заманауи элементтермен тамаша үйлестірген. Руль дөңгелегі де өнер туындысы болып табылады. Ол былғары мен шеткалы алюминийді біріктіріп, ыңғайлы ұстауды және әртүрлі функцияларды оңай басқаруды қамтамасыз етеді. Спорттық көлік ретінде ең бастысы, бұл супер спорттық машина 1500 ат күші бар 16 цилиндрлі қозғалтқышпен жабдықталған. Оның ең жоғары жылдамдығы ресми түрде жарияланған жоқ, бірақ әрқашан танымал болған Bugatti оның жылдамдығы әрине жаман емес. Екінші Pagani Zonda. Pagani Zonda бұл бүкіл әлем бойынша 3 бірлікпен шектелген арнайы шығарылым. Ол Pagani брендінің негізін қалаушы Horacio Pagani'дің 60 жасқа келгенін атап өту және Pagani брендінің 18 жылдық автокөлік жасау тарихына құрмет көрсету үшін дүниеге келген. Бағасы 23,6 миллион ақш долларын құрайды. Дизайн және инженерлік тұрғыдан болсын, оның астарындағы мағынасы жағынан болсын, ол жай ғана көлік емес, қайта коллекцияға ұқсайды. Сыртқы түрінен Zonda классикалық конверттелетін дизайнға ие. Корпус өте жеңілдетілген дизайнды қабылдайды және көк және қара бояумен үйлеседі. Бұл оған суперкардың ерекше көрінісін береді. Сонымен қатар, жаңа автокөлік күміс сол жақ жиек пен көк оң жақ жиек дизайнын қабылдайды. Бұл өте ерекше көрінеді. Көміртекті темір композициялық материалдарды қолдану автомобиль корпусының салмағын одан әрі азайтады. Қуат тұрғысынан жаңа көлік әлі де Mercedes'тің AMG ұсынған 7-де 3 литр V12 атмосфералық қозғалтқышпен жабдықталады. Ол 789 ат күшін қамтамасыз ете алады. Небәрі 3 секундта 0-ден 100-ге жылдамдыққа жетеді және ең жоғары жылдамдық сағатына 354 км-ге жетеді. Бірінші орында Rolls-Royce Stern. Ақырында, ең қымбат көліктің бағасы бұрынғысынша Rolls-Royce'ға тиесілі болды. Stern жоғарыда айтылған фантомы сияқты, арнайы тапсырыс берушіге арналған модель. Осы серияда барлығы 3 автокөлік қана шығарылады. Бұл 3 көлік автокөлік иелерінің қажеттіліктеріне сәйкес әртүрлі стильдерге бейімделеді және бағасы 28 миллион ақш долларын құрайды. Сіз Ferrari спорттық көлігін сатып алу үшін бар болғаны 220 мың ақш долларын жұмсауыңыз керек. Бірақ сіз Rolls-Royce'терін сатып алу үшін 127 Ferrari'дің бағасын жұмсайсыз. Ford құрастыру желісін ойлап тапқаннан кейін автомобильдердің жаппай өндірісі қолдан жасалған автомобильдерді аңызға айналдырды. Ferrari сияқты брендтер қолмен жасалған деп мәлімдегенімен, шын мәнінде бұл шанақ пен бөлшектер қолмен құрастырылатын конвейердің өндірісі. Қолдан жасалған көліктердің шын мәні мынада, бөлшектердің өзі алтын мен күмістен жасалған зергерлік бұйымдар сияқты шеберлермен соғылған. Rolls-Royce'терінде 100 жыл бұрынғы көліктерді қолмен жасау әдістерін қолданылады. Дизайн эскизінен түпкілікті өнімге дейін машиналар қол жеткізе алмайтын бетінің күрделілігі мен сызықтың үздіксіздігімен шығады. Rolls-Royce'терді жасау үшін жалпы 4 жыл уақыт қажет етеді. Капот астында Stern 8 жылдамдықты автоматты беріліс қорабымен біріктірілген 6-да 75 литрлік V12 қозғалтқышымен жабдықталған. Ол 563 ат күшін және максималды жылдамдығын сағатына 250 км-ге жеткізе алады. Бұл көлікті көргеннен кейін қуат жүйесі, үдеу уақыты, тіпті дене өлшемі көліктің құнын өлшеу критерийі болып табылмайды. Rolls-Royce'тердің көлігін өнер туындысы ретінде таза қолдан жасады. Автокөлік иесінің жеке тарихын енгізу, байлар үшін бірегей терең теңшеу, сондығымен ғана сән салтанат пен асылдықтың шыңы болып саналады.
Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.